Good day students, how is it going? Қайырлы күн оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы 96 және 97-ші беттердегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бүгін бізде орындайтын жаттығулар Exercise number 4, 4-ші жаттығу Listen, point and repeat then match. Оқушылар, егер де сіздердің кітаптарыңызда жаттығудың саны басқаша болса, ол ештеңе етпейді, жай ғана жаттығулары бірдей болса болды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 4-ші жаттығуда оқушылар тыңда және де қайтала, одан кейін сәйкестендір деген. Бұл бізде жаңа сөздер, оқушылар бірінші жаңа сөздерді жаттап үйреніп алайық. Одан кейін осы жаттығуды орындаймыз. Get wet, су болу. Sail, қайықпен жүзу. Water ski, су шаңғысы. Surf, surfing, яғни серфинг жасау. Немесе pool, бассейн. Dive, сүңгу. Ендеше оқушылар, жаңа сөздерді үйренсек, осы жаңа сөздерге қатысты осы тапсырманы орындайық. Бірінші get wet деген сөз, ол бізде су болу, қай суретте көрсетілген? A суретінде көрсетілген, яғни бір A деп жазамыз. Екінші sail ол бізде қайықпен жүзу, балалар. Ол бізде F суретінде көрсетілген. Солай сәйкестендіреміз. Үшінші water ski ол бізде су шаңғысы. Ол көріп тұрғандарыңыздай D суретінде көрсетілген. Яғни шаңғымен кетіп бара жатырған баланың суреті түрі. Төртінші surf, яғни серфинг жасау, серфинг ол бізде B суретінде көрсетілген. Келесі бесінші pool ол бізде оқушылар бассейн, ол бізде C суретінде көрсетілген. Соңғы dive ол бізде 6-шы тұрған, ол сүңгу деген, ол яғни E суретінде көрсетілген. Келесі бізде exercise number 5, 5-ші жаттығу listen and match. Тыңда және сәйкестендір деген. There is one extra child in the picture. Бір бала артық дейді бұл жерде. Оқушылар көріп тұрғандарыңыздай, 1-ден 5-ке дейін оқушылардың аты жазылған, яғни балалардың аты. Соларды біз суреттердегі қайсысы екенін табуымыз қажет. Бұны оқушылар тыңдап орындаймыз. Яғни қайсы баланың не істеп жатқанын ағылшынша қазір аудиода тыңдайтын боласыздар. Сол аудионы тыңдап белгілейміз. Can you see Betty? Betty? Yes, that's Betty. She's diving. Oh yes, Betty can dive very well. Who's the boy surfing? Is that Oscar? No, Oscar isn't surfing. Bob is surfing. Oscar is swimming. Who's the girl eating an ice cream? Eating an ice cream? Ah, that's Molly. Molly is eating an ice cream. There are 2 boys sailing. Oh yes, I can see them. That's Andrew and his brother. Which one is Andrew? Andrew is wearing green shorts. Ендеше оқушылар, келесі 97-ші бетті ашайық People's Book'ымыздағы Open Your Book at page number 97. Бұл жерде оқушылар 7-ші жаттығу Study Spotқа байланысты, яғни ереже. Ережені біз бірінші үйреніп алуымыз қажет, сондықтан да сол арқылы біз 7-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай present continuous, дәл осы шақтың формуласы, жасалу жолы. Егер сұраулы сөйлем болса, are you sailing болады екен. Яғни сен қайықпен жүзесің бе деген, жүзіп бара жатсың ба деген, дәл осы шақта. Яғни ол жерде sail сөзіне, қайықпен жүзу сөзіне ing жалғауы жалғанған. Ол бізде дәл осы шақта қолданылады. Яғни етістікке міндетті түрде ing жалғауы жалғанады. Дәл осы шақта айтып тұрған кезде. Yes, I am деп жауап береді, егер де сол іс-әрекетті жасап жатқан болса. Егер жоқ болса, no, I'm not болады. Және де dive сөзі, бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай i әрпі түсіп қалады, ing жалғанып кеткен diving, яғни diving ол бізде сүңгу, Мысалы, I'm diving болса, дәл қазір мен сүңгіп жатырмын деген. Ал swimming болса, бізде swim сөзіне тағы m әрпі жалғанады, одан кейін ing жалғанады, swimming болады. Яғни бұл оқушылар present continuous-тың ережесі. Дәл осыны үйреніп алуыңыздарыңыз қажет. Яғни етістікке ing жалғауы жалғанады. Енді оқушылар exercise number 7, 7-ші жаттығуды орындайық.
Exercise number 7. Complete the sentence then match. Сөйлемдерді толықтырып жазуымыз қажет. Present continuous шағына қойып, яғни дәл осы шақта бізде оқушылар is, are қолданылады. Егер мысалға бір адамды және де ол деп ер баланы, қызды немесе жансыз нәрсені айтатын болсақ, he, she, itке is жалғанады. Яғни мысалға he is working. Ол дәл қазір жұмыс жасап жатыр деген мысалға, иә. Ал олар деп көпше түрде және сен, you, they, we, біз айтатын болсақ, бізде a қолданады, яғни are деп жазылады, бірақ are деп айтамыз, иә. They are мысалға working, олар жұмыс жасап жатыр, иә. We are working деген сияқты. Бұл present continuous'тың ережесі. Енді жаттығуға назар аударайық. They sail деп тұр екінші сөйлемде. Бұл жерде they are sailing деп жазамыз. Олар, яғни қайықпен жүзіп бара жатыр деген сөз. Яғни бұл жерге оқушылар қойдық, зейдан кейін бізде болады present continuous'та, одан кейін sail етістігіне, яғни іс-әрекет, ол бізде етістік білдіреді ғой. Оған біз ing жалғауын жалғадық, жаңа сіздерге көрсетіп кеткен. Одан кейін үшінші the dolphin деп, яғни бір дельфинді айтып тұрғандықтан, бұл жерде біз is қоямыз. Одан кейін the dolphin is look сөзіне біз етістікке ing жалғаймыз, looking at you. The dolphin is looking at you болады. Яғни дельфин саған дәл қазір қарап тұр деген, қарап тұр деген сөйлем. Төртінші Derek деген адамның аты. Одан кейін біз is-ді қоямыз. Derek is diving. Derek дәл қазір, яғни Derek қазір ол не істеп жатыр? Diving деген, сүңгіп жатыр деген. Бесінші Bill and Mark екі адамның атын айтып тұрғандықтан біз бұл жерге a қоямыз. Bill and Mark are surfing, яғни ing жалғаймыз, иә. Surf сөзіне, етістікке. Алтыншы Anne is fishing болады. Бұл жерге is'ді қойдық, себебі Anne деп бір адамның атын айтып тұр. Яғни he, she, it және адамның атын айтқан кезде біз is қоямыз, иә. Одан кейін әрине етістікке ing жалғаймыз. Anne is fishing. Anne балық аулап жатыр деген. Келесі exercise number 8, сегізінші жаттығу, read and complete, оқып, толықтырып жазуымыз қажет. Бұл жерде де жаңағы жетінші жаттығу сияқты is, аны қоямыз және ing жалғаймыз, иә. Present continuous'тың себебі ол ережесі, формуласы солай. Енді екіншіден бастайық. Сәуле, water ski деген, яғни сәуле су шаңғысымен, яғни сырғанап бара жатыр деген сөз, яғни су шаңғысында деген. Бұл жерде сәуле is water skiing деп жазамыз. And the Kanat is diving болады. In the sea, яғни теңізде қанат сүңгіп жатыр деген. Әсел енді Ақбота, бұл жерге a қоямыз, яғни екі адамды айтып тұрғандықтан. Әсел енді Ақбота are swimming, яғни бұл жерде swimming сөзіне екі m болады. And I, мен деп тұр. Айдан кейін біз is-де анда қоймаймыз. I am болады. I am writing this postcard. Spain is fantastic деп тұр. Яғни дәл осылай орындайды екенбіз. Оқушылар ережені үйреніп алыңыздар, себебі бұл сіздерге қажет болады. Келесі exercise number 9, 9-шы жаттығу. Бұл жерде take roles, continue the conversation деген, яғни рөлдік ойын, бұл жерде рөлге бөлініп, осы әңгімені жалғастыр деген. Мысалға, қыз айтып тұр, hi Дамир, how is Spain дейді. Сәлем Дамир, Испания қалай дейді. Hello Жания, we are having a wonderful time дейді. Сәлем Жания, біз керемет уақыт өткізіп жатырмыз дейді. Дәл осылай оқушылар өздеріңіздің әңгімелеріңізді жалғастырып, ауызша құрасаңыздар болады. Бұл жазбаша тапсырма емес, оқушылар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. See you next lesson. Goodbye students.